Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен USGS Explorer сайтындағы ғарыштық түсірістерді ArcMap бағдарламасына жүктеуді, осы жаққа импорттауды және де мозаика құрастыруды үйренеміз. Ең алдымен бағанағы загрузки атты папкамыздағы деректерді жеке папкаға сақтауымыз қажет. Яғни бұлардың барлығын алып, яғни ең алғашқы ашқан кезде сіздерде тек берілген тип форматы ғана болады. Кейін моделирование жасаған кезде, пирамидальный слайд жасаған кезде қосымша OVR форматы болады. Мысалы, осының барлығын вырезать етіп, рабочий столға алып, негізінде осы бағыттар бойынша жүзеге асырамыз. Енді өзіміздің папкамыз табамыз да осы жаққа бағанағы жүктелінген деректерімізді саламыз. Растрдың ішіне сіздер жаңа папка ашсаңыздар болады, яғни папканы біз CMR деп атаймыз. Осы CMR-дің ішіне біздің бағанағы кесілген деректеріміз барлығын салуымыз қажет. Енді Түркістан облысының аумағын қамтитын деректерді осы жаққа қосу үшін сіздер өздеріңіз папкаларыңызды қайта ораласыздар да, настройки GIS приложений, растр, бағана ашылған CMR, осы жақтағы барлық ғарыштық түсірістерді импорттауларыңыз қажет. Ең алғашқы импорт жүргізу кезінде сіздерден сұрайды, ол пирамидальный слайд құрастыру керек па, керек емес па. Сол бойынша сіздер соған деген батырманы басыларыңыз қажет. Енді қазіргі таңда импорттау процесі жүріп жатыр. Импорттау сәтті аяқталды, яғни сіздер негізгі нәтижелеріңіз осы өздеріңіздің облыстарыңызды толығымен қамту керек. Енді көріп отырғандарыңыздай бұл жақта бірнеше түсірістер бар. Осы түсірістерді біз бір мозаикаға құруымыз керек. Бір мозаика құру үшін сіздер ArcToolbox құралының көмегіне жүгінесіздер. ArcToolbox құралының көмегіне жүгіну үшін сол батырманы басамыз. Егер сіздерде осы жақта ArcToolbox болмаса, берілген қызыл батырман ArcToolbox деген құралды басып ашуларыңыз қажет. Яғни ArcToolbox стандарт құралдардың ішінде жинақталған. Енді осы жақта сіздер Data Management Tools'a кіресіздер. Data Management Tools'ың ішіне raster dataset және де mosaic to new raster дейміз. Осы жақта берілген барлық деректерді біз, мысалы, егер сіздерде біреу ғана берілген болса, Shift-ің көмегімен барлығын таңдау арқылы біз input rasters бағанасына осы біздің түсірістерімізді көшіруіміз қажет. Output location ол сіздердің қай жақта қоныс аударғаны, яғни CMR-ді басамыз, яғни сіздер осы жақта сақтау директориясын таңдайсыздар. Сақтау директориясын таңдағаннан кейін сіздер raster dataset name expression дегенге, мысалы, өздеріңіздің облыстарыңыздың аттарын жазасыздар. DM деп жазамыз, міндетті түрде, және де оның extension, яғни расширениесі жазуларымыз қажет. Енді оның пиксельдің типін таңдау үшін, яғни қандай байт, 8 байт, 32, 64 екенін анықтау үшін, сіздер кез келген бір растрға кіріп, properties'қа басамыз. Properties'та біз қандай ақпараттарды аламыз? Source батырмасын басатын болсақ, бізде number of bands 1 екендігі анықталған, және де pixel type signed 16 екендігі анықталған. Яғни 16 signed және 1 екендігін осы 3 ақпарат бізге қажет. 16 бит signed таңдаймыз. Және де number of bands'қа 1-ді басамыз да, осы біздің мозаика құрастыру процесін бастаймыз. Енді көріп отырғандарыңыздай біздің мозаика сәтті құрастырылғандығы көрініс табады. Яғни сіздерде осы уақытқа дейін бұл жақта бірнеше растрлық түсірістер көрсетілген. Осылардың барлығын біз алып тастаймыз, бізге қажет емес. Яғни осылардың бәрі Shift-ің көмегін басып, Remove-ті басамыз. Енді осы аралықтар арқылы негізгі процестерді одан ары жалғастырамыз. Енді көріп отырғандарыңыздай бізде Түркістан облысының аумағын қамтитын жердің сандық үлгілері ол бір файл екендігіне көрініс табады. Енді осыны біздің өзіміздің Түркістан облысы немесе басқа да облыстарымыздың негізі бойынша, векторлық негізі бойынша кесу үшін ең алдымен біз raster processing құралының көмегіне жүгінеміз. Яғни clip құралының көмегіне басып, мысалы, input rasterға біз бағанағы өзіміздің қазір ғана құрастырылған DEM үлгісін қоямыз. Output extendке біз бағанағы Түркістанская область, яғни өзіміздің облысымыздың векторын қосамыз, және де өте міндетті мына жақта галочка қоюымыз қажет, яғни use input features for clipping geometry. Және де output raster datasetsқа біз өзіміздің қай жақта сақтау керектігін анықтаймыз. Яғни оны біз бағанағы
настройки GIS приложения атты папкамызға кіріп растр, CMR және де осы жақта бізде Түркістан дем деп жазамыз да қасына клип деген сөзді қосып жазуымыз қажет. Окей батырмасын басамыз да біздің кесу процесімізді бастаймыз. Егер сіздердің жұмыстарыңызда осындай клип процесі, функциясы дұрыс орындалмайтын болса, сіздерде осындай X батырмасымен, яғни X көрініс табады. Яғни осыны қайтадан жөндеу үшін кейбір ArcGIS бағдарламаларында өзіндік функционалдық шектеулер болуы мүмкін. Сол үшін клип батырмасын қайтадан басамыз да, біз осы жақта тип форматында емес, өзіміздің дефолт форматында сақтауымыз қажет. Яғни бұл жақта біз жазамыз Түркістан дем клип. Кейді басамыз да процессті қайтадан бір рет жіберіп көреміз. Егер сіздердің жұмыстарыңыз сәтті түрде аяқталатын болса, келесідей, яғни балғаның көрініс табады. Осы жақта төменгі бөлігін алып тастайтын болсақ, біздің бағанағы CMR, яғни жердің сандық үлгісі өзіміздің облысымыз бойынша кесілгендігі туралы ақпарат алынды. Енді осы клипті біз өзіміздің папкамызға экспорттауымыз қажет, яғни ондай қателіктер болса экспорт дейта. Осы жақта біз өзіміздің картамызды настройки GIS приложений, растр, CMR. Осы жақта сіздер қайтадан экспорттауларыңыз қажет. Сейвті басамыз да өзіміздің растрымыздың осы жаққа көшіруіміз қажет сол бойынша. Экспорт сәтті орындалған болса, сіздерде осындай көрініс табады. Яғни осындай сұранысты ес батырмасын басу арқылы біз қалған қажет емес растрларды алып тастауымыз қажет. Енді бұл қандай форматты береді? Яғни көптеген студенттер түсінбеуі мүмкін. Яғни бұл мысалы жердің сандық үлгісі деп аталады. Яғни әрбір пикселінде жердің абсолюттік биіктіктері сақталған. Бұның түсін ауыстыру үшін мышканың оң жағын басамыз да Properties'қа кіреміз. Properties'та Symbology. Мысалы, түстік ерекшеліктер жасылдан қызылға дейін, яғни жасыл төмен абсолюттік биіктіктер, қызылда жоғары абсолюттік биіктік екендігі анықталған. Окейді басатын болсақ, біздің зерттеу аумағымыз бірнеше градиенттерге бөліп көрінгендігі көрініс табады. Мысалы, әрбіреуін жеке-жеке басып қарайтын болсақ, яғни бізге белгілі бір нүктелеріне апаратын болсақ, біздің растрлық түсірістер ол жеке-жеке пиксельден құралатындығына көзіміз жетеді. Мысалы, берілген identify құралының көмегімен ол жақтағы әрбіреуінің абсолюттік биіктігін анықтаймыз. Pixel value 1585, яғни абсолюттік биіктік 1585 екендігі анықталды. Енді осы жақтағы Hillshade қолданатын болса, Hillshade дегеніміз осы деректердің сандық үлгілерін және табиғатта қалай көрініс табатындығын көрсетеді. Use Hillshade эффекті басатын болсақ, өзіміздің деректер тау жоталар және басқа да жер бедерінің ерекшеліктері осы жақта көрініс табатындығына көзіміз жетеді.